Барлығына сәлем. Бүгін осындай манты жасайтын боламыз. Менің осындай ерекше дайындайтын жолым бар. Егер қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Қамырын жасау үшін суды құямыз. Тұзды саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа саламыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосып, жақсылап тұрып қамыр жасаймыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде жылқының кесек еті, сіздер сиырдың тартылған етін қолдансаңыздар болады. Ал енді етімізді ұсақ бөліктерге турайтын боламыз. Негізінде сиырдың тартылған етінен қолданып манты жасаған өте тез және оңай. Осындай кесек етті турап, әрбіреуін кесектеп ұсақ бөліктерге бөліп жатпайсыздар. Мен осы жолы жылқы етінен, туралған етінен, осы орысша айтқанда манты из рубленого мяса жасағым келді. Себебі маған өте қатты ұнайды. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, бір кесек етті кішкентай кішірек бөліктерге бөліп алдым алдын ала. Одан кейін барып, осылай ұсақтап турадым. Етіміз дайын болды. Барлығын толықтай ұсақтап турап алдым. Енді оның үстіне картоплымызды өте ұсақ бөліктерге бөліп салатын боламыз. Ал енді сәбізімізді дәл солай ұсақтап турап салатын боламыз. Содан соң пиязымызды ұсақтап турап салатын боламыз. Неғұрлым пияз көбірек болса, сол ғұрлым біздің мантымыз дәмді болады. Біздің етіміз, салмамыз сондай сочный болады. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және де бұрыш қосамыз. Мантымыздың ішіндегі салмасы құрғақ болмас үшін кішкене ғана су қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырдық. Енді тұзын тексеретін боламыз. Ол үшін бетін тегістейміз осылай. Саусағымызды салып, осылай дәмін қарауға болады. Саусақ таза болу керек. Енді қамырын жұқалау қылып жаямыз осылай. Және де үлкен шаршыларға бөлемін. Енді әр қайсысына салмамызды салып шығамыз.
Енді осылай әдемілеп, классикалық түрде мантымызды жасаймыз. Ең бірінші 4 жағын бір-біріне айқастырамыз. Содан соң жандарын жабамыз. Міне мантыларымыздың барлығында осылай түйіп болдық. Енді мантаварканың бір жапырағын алып, сары майды, яғни күнбағыс майды жағып шығамыз. Содан соң мантыларымызды саламыз. Араларын ашып, бір-бірінен алыс ұстауға тырысыңыздар. Сонда мантыларыңыз бір-біріне жабыспайды. Мінекей мантылардың барлығын қойып шықтық, араларын алшақтатып, және де мен бетіне күнбағыс майын жағамын. Себебі мантылар піскен кезде кеуіп кетпес үшін. Күнбағыс майын жағатын болсаңыздар, мантыларыңыз өте дәмді болады. Енді мантымызды мантываркеге саламыз. Міндетті түрде су қайнап жатуы тиіс. Осылай қойып, қақпағын жабамыз. Қақпағын ашпауы керек. 40 минут пісуі тиіс. Орташа отта. Осылайынан 40 минут пісіретін боламыз. Мантының пісуіне 10 минут қалғанда мантының тұздығын дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязды саламыз. Содан соң сәбізді қосып, жақсылап қуырамыз. Бізде ровно 40 минутымыз өтті. Мантымыз дайын. Міне біздің мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Егер ұнаса лайк басыңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.